достар, сіздермен бірге Қайрат Киви. Бүгін біз қазақша мод түсіреміз. Бізде екі Ford машинасының түрі бар. Және де бір Chevrolet бар. Қазір міне осындай болады, осындай. Сосын екінші түрі бар, мынандай. Біз қазір бұлардың қалай жүріп, қалай іші қандай екен бәрін түсіреміз. Біз бастаймыз. Біз жалғастырамыз. Бұл жерде бізге осындай бір кілт керек өзінің. Біздің әзірге сосын бір Chevrolet бар. Міне осындай. Мына екеуі бірге болады, бұл мод. Мына мод бөлек болады. Бірақ бұның бір ерекшелігі неше түрлі түсте болады. Міне мысалы ақ, қара, сары бола береді. Қызыл да болады. Біз қазір біреуіне отырып көріп, қаншалықты қатты, қаншалықты жай жүретінін. Қаншалықты қатты, қаншалықты жай жүретінін біз көреміз. Көрейік қазір. Біз бірінші тұрған бір Ford'ты алайық. Бұлар және де өлтіріп тастаса да болады. Міне осылай жүреді. Қатты жүреді екен. Міне арты осындай болады. Енді біз мына жерде бір Chevrolet'ке отырып көрейік. Бұда бірақ жүрген кезде осындай дауыс шығады. Неге екенін білмеймін. Енді өзіме бір көк Ford қойып көрейік. Қатты жүреді бұлар. Осылай қатты жүреді. Басқа жаққа қойып қалсаңыздар осылай тоқтап қалады. Енді біз бұлардың ішіне обзор жасап көрейік. Мына Ford'тың ішінде бізде орындықтар, рульдар, спидометрлар, есіктер бар екен. Тұрын көрейік. Жақсы, нормально болады. Мына жерінде ауыстыратын бар. Ой.
скорость ауыстыратын жер екен, магнитофонына дейін бар екен бірақ. Енді біз мына жерде бір көк форд бар екен. Chevrolet керек енді екінші Chevrolet керек. Артында мынандай бер. Багажы бар екен, грузовой екен өзі. Бұның орындықтары сәл басқашалау екен. Бұның ішінде осындай ауыстыратын, скорость ауыстыратын жер бар екен, рулі бар екен. Сосын спидометрі, магнитофоны бар екен. Бірақ рулі 4 бұрыш болады екен бұның. Бұратын жері спидометрі, жентшік. Енді біз көк Chevrolet'ке отырайық. Ой, көк Ford'қа отырайық. Chevrolet деп. Бірақ бұл отыратын жер жоқ, бұл емес бізге керегі. Мынау керек. Бұл да жаңа Chevrolet'ке ұқсайды екен іші. Екеуі айтып отырмын жаңа. Екеуі де бірге мод болар ба. Мына бір ресурсын қарасақ, екеуі бірақ бірге тұрады. Бұның да ауыстыратын жері, енді скорость ауыстыратын жері, рулді 4 бұрыш, газдары бар екен дейін. Осымен сау болыңыздар достар.